мына үшеуі қатар тұрған арифметикалық прогрессияның мүшелері болады. Бұның қосындылары нешеге тең? 21-ге тең. Енді дәл осы мүшелеріне сәйкесінше бірінші мүшесіне қосамыз 1-ді дейді. Екінші мүшесіне де қосамыз 1-ді. Үшінші мүшесіне қосамыз нені? 5-ті. Сол кезде мына шыққан сандардың тізбегі нені береді дейді? Геометриялық прогрессияны береді дейді. Геометриялық прогрессияны береді дейді. Ал енді арифметикалық прогрессияның әрбір мүшесін біріншісіне тиіспеймін, екінші мүшесін не арқылы жазамыз? А1 мен Д арқылы жазамыз. Ал жазыңдар қанша? А1 қосылған Д қосылған 1. Дұрыс па? Міне бірінші мүшесі, міне екінші мүшесі, үшінші мүшесін А3-ті деп дәл солай өрнектейміз. Ол қалай? А1 қосу 2-ді қосылған 5 бар. Мынау демек үшінші мүшесі шықты. Енді осы шыққан 3 сан геометриялық прогрессияны береді екен. Геометриялық прогрессияның өткен немесіндерге айтқан ортаңғы мүшесінің квадраты нені береді? Екеуінің көбейтіндісін береді. Алдыңғы менен соңғы екеуінің көбейтіндісін береді. Ортаңғы мүшенің квадраты. Кез келген, ол мейлі бірінші, екінші, үшінші болмай ақ қойсын. Қатар тұрған кез келген үш мүшесі берілсе, ортаңғы мүшесінің квадраты алдыңғы мен кейінгі мүшесінің көбейтіндісін береді. Дәл енді мына жерде ол формуланы жазбас бұрын мен бірінші давайте мынаны өрнектеймін. Кеттік, бұны да А1 қосылған, неше мына жер? А1 қосылған 2-ді ме? 1-ді ма? 1-ді. Мына жерде А1 қосылған нешеді? Мына қосу? 2-ді. Тең нені? 21-ді. Осы теңге отыршандап жіберейікші. 3А1 болды, и 3-ді болды. Тең нешеге? 21-ге. 3-ке қысқартып жіберсек, А1 плюс 3-ді нешеге? 7-ге. А1 плюс Д деген нешінші мүше бұл? Екінші мүше. Ендеше мына екінші мүше 7-ге тең екенін не істейміз? Біліп алдық. Ал енді мына жерде бізде екінші мүше бар еді ғой, соның орнына 1 дегеннен әкеліп нені қоюға болады? 7-ні қоюға болады. Ендеше мынаны қайтадан жазамын. А1 плюс 1. Мына жерге 7-ні қоя саламыз, 7-ге қосу 1. Мына жерге енді бетей А1 плюс 1 мында Д жоқ қоя. Мына Д-ның көту үшін Д-ның орнына мен мына жерден не қоям? Д тең неше? 7 минус А1. Болады осылайша. Ендеше мына жерге сразу шет жазайын. А1 плюс 2 Д-ның орнына не қоятын болдым? 7 минус А1-ді қоятын болдым. Қосу не? 5. Енді дәл осы тұрған өрнекті жаңағы алдыңғы айтқан формулаға қоямыз. Ортаңғының квадраты, ортаңғысы кім шықты? 8 шықты. 8-дің квадраты тең А1 плюс 1 менен алдыңғы мен мына жердің көбейтіндісіне. Мына жерді ықшамдай салайын. А1 плюс 14 минус 2А1 плюс 5. Мына теңдеуді не істейміз? Шешемізде А1-ді табамыз. А1 табылғаннан кейін бұны әкеліп мына жерге қойып, Д-ні табамыз. А1 мен Д табылғаннан кейін осы үш мүшені таба салуға болады. Түсікті ғой, ал кеттік, мынаны біреу аяқтан.